Айына 1 миллион теңге табу үшін қанша қаз бағу керек? Көп адам айына 1 миллион теңге табуды армандайды. Біреу бизнес ашады, біреу 2 жұмыста істейді, біреу шетелге кетуді ойлайды. Ал фермер қалай ойлайды? Ол ең алдымен есептейді. Бірге есептеп көрейік. Мысалы, сіз инкубациялық қаз жұмыртқасынан бастадыңыз. Жұмыртқаның бағасын есептеу үшін жобамен 1350 теңгеден алайық. Инкубаторға салдық. Орта есеппен 70% шығым алдық. Қаздарды 4-5 ай бойы өсірдік. Жемін бердік, күтімін жасадық. Барлық шығынды есептедік. Орташа есеппен бір қаздан қалған таза пайда шамамен 5-6 мың теңге деп алайық. Енді есептейік. Егер сізде 200 қаз болса, бір айналымнан шамамен 1 миллион теңгеден астам таза пайда қалуы мүмкін. Бұл орташа есеп. Нақты нәтиже жемнің бағасына, шығымға және сату бағасына байланысты өзгеруі мүмкін. Бірақ бір нәрсе өзгермейді. Фермер әрқашан санмен сөйлейді. Сондықтан ол алдымен қанша ақша табатын емес, қанша қаз керек екенін есептейді. Көп адамның айырмашылығы дәл сонда. Біреу жалақы күтеді, біреу өзіне табыс әкелетін шаруашылық құрады. Сіз қай жолды таңдар едіңіз? Ал келесі видеода ең қызықты сұраққа жауап береміз. 1000 қаздан бірінші 10 миллион теңгені жинауға бола ма? Орташа есеппен бәрін бірге шығарамыз.